Мен өзімнің басымнан да өткен бір тақырыпты қозғап отырмын. Ол балалардың манипуляциясы. Баланың ата-анасына әсер етуі. Яғни түрлі қулыққа, айлаға, әрекетке барып, ата-анасына өзінің айтқанын жасату. Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Жақында бүкіл әлеуметтік желілерде бірінші сыныпқа барған балалардың түрлі әрекеттерін видеоға салып жариялап жатты. Сол видеоларды көрген кезде осы видеоны түсірем деп ойлаған болатынмын. Ол жерде естеріңізде болса, желіні бүлдірген бүлдіршіндер деген, яғни бірінші сыныпқа келген балалардың, бірінші сынып оқушыларының, даярлық сыныбына келген балалардың түрлі әрекеттерін бір жағынан хайп болсын, бір жағынан күлкілі болсын деп, бір жағынан елге ой салсын деп салған шығар авторлар. Түрлі видеоларын әлеуметтік желіде жариялады, соны біз көрдік. Қазір енді ол басылып қалды, оның қызығы басылып қалды ондай видеоның. Енді осы видеоға қарап отырып, мен өзімнің басымнан да өткен бір тақырыпты қозғап отырмын. Ол балалардың манипуляциясы. Былайша айтқанда, дети манипуляторы дейді психологияда. Манипулятор деген сөз баланың ата-анасына әсер етуі. Яғни түрлі қулыққа, айлаға, әрекетке барып, ата-анасына өзінің айтқанын жасату. Енді манипуляция деген сөз аударылмайды, манипуляция болып қалады. Егер түпкі түсінігіне қарайтын болсақ, балаға қалай да өз мақсатына дегеніне жету керек. Ол үшін түрлі әрекеттерге барады, түрлі айлаға жібарады. Ол айласын бір рет іске асырып көреді. Егер ол іске асса, екінші ретінде де, үшінші ретінде де сол жолмен ата-анаға былайша айтқанда қысым көрсете бастайды. Кішірек жастағы балаларда кездеседі. Мысалы, сауда үйлеріне, сауда орталықтарына барған кезде кішкентай балалардың барлық жер тепкілеп, жылап, осы затты маған алып бер деп ата-анасына талап қойып жатқанын көреміз. Бұл манипуляцияның бір көрінісі. Бұл жерде ата-ана не істеу керек, оның бәрін кейін айтамын. Тағы да бір манипуляцияның бір түрі, көбінесе біз отбасында кіші балалар дүниеге келген кезде үлкендердің кішкене көңіл бөлінбей қалады. Сонда айтады, сендер мені жақсы көрмейсіңдер деп ата-аналарына былайша айтқанда претензия қоя бастайды. Мені жақсы көрмейсіңдер, менен гөрі інімді жақсы көресіңдер, менен гөрі қарындасымды жақсы көресіңдер деп. Бұл да манипуляцияның бір түрі. Баланың босқадан босқа, себепсізден себепсіз көзінің жасын төге салуы, жылай салуы. Мен осыны жыласам, осыны маған орындап береді деп баланың манипуляция жасауы. Біз оны бір рет орындадық па, сол айтқанына көндік па балаға, екінші рет енді соған дайын болыңыздар, өйткені бала оны әр жолы соны жасай беретін болады. Енді қазір мен манипуляцияның түрлерін айтып жатырмын, аяғына дейін айтып тастайын, сосын мен не істеу керек екенін айтамын. Тағы бір манипуляцияның бір түрі, онда мен сабаққа бармаймын деген қорқыныш. Былайша айтқанда угроза жасайды. Мен онда сабаққа бармаймын, онда мен былай істемеймін деген сияқты. Және бір түрі балалардың кейде үйден қашып шығып кетуі. Мен қашып, сендер маған қарамай қойдыңдар, сендер маған мына затты алып бермей қойдыңдар, мен қашып кетемін деп үйден шығып кетуі. Енді мен айтып отырғандардың бәрі өзім бастауыш сыныптың мұғалімі болғандықтан бастауыш сыныптың оқушылары туралы айтып отырмын. Бұндай угроза, жаңағы ата-ананы қорқыту подростық кездерінде, жасөспірім кезде де кездеседі, өздеріңіз білесіздер. Және кішірек балалардың тағы да бір манипуляциясының түрі, енді орысша айтайық, истерика деп айтылады. Оған жылау да кіреді, өзінің шашын жұлу да кіреді, басын тоқпақтап отырған жерінде полға соғады, немесе қабырғаға соғады, немесе қолындағы ойыншықтарын лақтырады. Бұл манипуляцияның бір түрі екен. Көбінесе балалар осылай манипуляция жасау арқылы кейде өзіне көңіл аударғанды қалайды екен. Кейде болады, балалар манипуляцияның бір түрі өтірік ауырып қалады. Ішім ауырып тұр, басым ауырып тұр деп, мысалы, сабаққа бармау, балабақшаға бармау сияқты әрекетке де барып жатады. Бұл да манипуляцияның бір түрі. Бұл әсіресе ұл балаларда да кездеседі, қыз балаларда да кездеседі. Хулиган деген түрі бар екен, будущий хулиган деп айтылады екен. Енді будущий хулиган деген образда бала біреуге күш көрсетеді, біреуден бірдеңкесін тартып алады, пышақпен,
бір түрлі бір заттарды қару қылып ойнағанды жақсы көреді. Бұл да манипуляцияның бір түрі. Сонымен біз манипуляцияның бірнеше түріне тоқталып өттік. Енді осы манипуляцияны шешудің, балалардың осы манипуляциясын тоқтатудың жолдары қандай? Сол туралы айтайық. Сонымен балаңыздың манипулятор екенін түсіндіңіз. Ол сізге манипуляция жасап, өзінің дегеніне қол жеткізіп жүргенін түсініп қойдыңыз. Енді не істеу керек? Ең біріншіден жаңағы сауда орталығында, дүкендерде баланың жерді тепкілеп, мына затты мен алам деп отырып алған кезде, біз ата-аналар бәйек болып оның қасына жүгіріп барамыз, я уға-туға тынсамыз, айтқан орындауға тырысамыз. Міне осындай кезде балаға сіз ол затты алып бермейтініңізді сенімді түрде, серьезно дейміз ғой, серьезно айтуыңыз керек. Оның бұл манипуляциясынан түк шықпайтынын, сіз ол затты бәрібір алып бермейтініңізді бала сіздің әрекетіңізден, сіздің сөздеріңізден түсіну керек. Енді балам жылап жатқанда қандай ата-ана, қандай ана шыдап отырады деп ойлайсыз ба? Егер сіз осы жолы жеңіліп, оның айтқанын орындасаңыз, ол манипуляцияны келесі жолда орындауға сіз мүмкіндік беріп қоясыз. Сондықтан жаңағы айтқандай, болды, алмаймыз, немесе бұны алуға болмайды, немесе бұны біз алатын, шынын айту керек, ақшамыз жоқ деген сияқты. Және өзіңізде ол бала жылап жатқан кезде, мүмкін ол менің балам емес, өзіңіз сондай рөлге кіріп көріңіз. Ол жылап жатқан біреудің баласы, сырттағы біреудің баласына қараған сияқты немқұрайдылық танысаңыз, бала осы жерде жеңіле бастайды. Енді тағда бір басқа манипуляциялардың түрін бұрын білмей жүрсеңіз, балаңыздың іс-әрекетін байқап көресіз ғой. Енді көргенде осы көріп отырғаныңыз, мынау манипуляция екен ғой, бала маған манипуляция жасап отыр дегенді сіз өзіңіз түсінген кезде, өзіңіз жаңағы ситуацияны өз қолыңызға алуыңыз керек. Сабырлы болыңыз. Сізге ең бастысы балаңыз манипуляция жасап жатқан кезде сабырлы болуыңыз керек, өзіңізді өзіңіз ұстауыңыз керек. Және оның қойған талаптарына игнор жасауыңыз керек, яғни елемеуіңіз керек. Оның жасап отырған дұрыс емес екенін жай ғана түсіндіресіз, және екінші рет ол туралы сөзде болмайтынын түсінікті етіп бір рет айтасыз, және қайта айналып келіп балаңыздан жеңіліп қалмауыңыз керек. Оны қайта айналып келеді де, баласы оны қайта жасай береді. Сол кезде сіз алдыңғы сөзіңіз, айтқан сөзіңізге өзіңіз қарсы шығып, баланың айтқанын орындап қойсаңыз, бұл жерде сіз тағы жеңілдіңіз. Енді бала сіз осылай әрекет еткен кезде бала түсінеді. Нақты сол жағдайда, сіз талқылап отырған баламен сөйлесіп отырған жағдайда, бірақ шешім бар екенін бала түсіну керек. Ол шешім сіздің айтқаныңыздай болатынын түсіну керек. Мен айттым, менің айтқанымдай болады дегенді бала түсінген кезде, бірде өзінің алғашқы жаңағы истерикасы, жылауы, түрлі талаптар қоюы бірде бәсеңдей бастайды. Бір рет, екі рет, үш рет осылай жасап көргеннен кейін, болашақта ол жағдай қайталанбайтын болады. Бұл жерде баланы манипуляциядан қорғау, манипуляцияға болашақта жол бермеу керектің түпкі мәнінде не жатыр? Ертең ол ересек адам болған кезде, өмірде де, қоғамда бірге өмір сүрген айналасындағы адамдарға да осылай манипуляция жасау арқылы өзінің мақсатына жетуді әдетке айландырады. Енді үлкен ересек адамның манипуляциясы ол өте қауіпті. Өздеріңіз білесіздер, манипуляция жасау арқылы адамгершілік құндылықтарды, сыйластық, достық, құрмет сияқты құндылықтардың бәрін жоққа шығаруға болады. Манипуляция жасайтын адам өзінің жеке басының қамын ғана ойлайды. Сондықтан болашақта бала манипуляция жасамау үшін, манипулятор бала болып өспеу үшін қазірден бастап осыны қолға алуымыз керек. Ең бастысы балаға деген ананың махаббаты. Қандай балаңыз капризный бала болған күннің өзінде оған сіздің махаббатыңыз керек. Өздеріңіздің баламен отырып іс-әрекетіңізді талдау жасап, келісімге келіп, манипуляцияны да жеңуге болады. Мысалы, қатты жылап отырған, сабақ оқығысы келмей отырған баламен былай келісуге болады. Кел, екеуміз мына тапсырманы бірге орындайық. Сен осы тапсырманы орындап болғаннан кейін, екеуміз, мысалы, өзен жағасына барып қыдырып келеміз. Немесе жаңағы сауда үйіне барып аттракционға отырамыз деген сияқты баламен түрлі
келісімге келуге болады. Ұяда не көрсең ұшқанда сорын ілесің дейді. Баланың манипулятор болуы мүмкін ересектерден көргені шығар, мүмкін ағасынан, мүмкін әпкесінен манипуляция жасағанын көрген шығар. Сол осы отбасында сол қайталанатын шығар. Енді манипулятор бала бар екен отбасымызда, мойындадық. Енді не істейміз? Салымыз суға кетіп, біз үлкен қателік жасағандай болмай, сол баламен жұмыс жасау керек, психологқа жолығу керек, сынып жетекшісімен сөйлесу керек. Баланы болашақта бұндай әдеттен арылудың жолдарын қарастыру керек. Құрметті менің оқырмандарым, мен сіздерге бүгінгі айтайын деген видеодағы айтайын деген тақырыбым осындай болған. Сіздерге ұнап жатса, менің видеома лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Мен болашақта баланы оқыту мен бала тәрбиесі туралы тағы да видеолар салып тұратын боламын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.